19-шы тапсырма listen and read. Тыңдаңыз және оқыңыз. Viking. This is a Viking longhouse. The Vikings used to build their houses with sticks and mud. Бұл викингтардың тұрғын үйі. Викингтар өздерінің үйлерін әдетте таяқтардан және балшықтан құратын. Lily, just one room, no bathrooms. Тек қана бір бөлме ма? Жуынатын бөлмесі жоқ па? Viking, no, people washed in a wooden bucket or in the nearest river. Жоқ, адамдар ағаштан жасалынған себетте немесе өзенде жуатын. Екінші суретке қараймыз. Liam, did they keep animals? Олар үй жануарларын ұстаған ба? Viking, yes, they kept animals like sheep and goats. Я, олар әдетте қой және ешкілерді бағатын. Daisy, cool, I like goats. Керемет, маған ешкілер ұнайды. Jake, did children go to school? Балалар мектепке барған ба? Viking, no, but they did other things. They grew vegetables and collected water. All the boys rowed boats and girls made clothes on a loom. Жоқ, алайда олар басқа істермен айналысқан. Олар көкөністер өсіріп, су жинаған. Үлкен жастағы ұл балалар қайық ескен, ал қыздар тоқыма білтегінде киім тоқыған. Lily, Viking children did fun stuff. Викингтардың балалары қызықты іспен айналысқан екен. Viking, now let's go outside. You can try some of the things that Viking children did. Ал қазір сыртқа шығайық. Сендер де викингтердің балалары жасаған істерді жасап көресіңдер. Бесінші суретіміз. Jake, let's make vegetable soup. Yum. Көкөністен сорпа жасайық. Дәмді. Daisy, oh, look, a goat. Come here, little kid. О, қараңдар, ешкі, мұнда кел, кішкентай балақай. Соңғы суретіміз. Daisy, oh no, the goat knocked me into the mud. О, жоқ, ешкі мені балшыққа итеріп жіберді. Liam, that's all right, Daisy. The river's just over there. The Vikings washed in the river. So why don't you try it? Барлығы дұрыс, Daisy. Өзен дәл осы жерде орналасқан. Викингтар өзеннің жағасында жуатын болған. Сен де байқап көрмейсің ба? 11-ші тапсырма. Read the story and answer the questions. Мәтінді оқыңыз және төменде берілген сұрақтарға жауап беріңіз. Бірінші сұрағымыз. How many rooms were there in a Viking longhouse? Викингтардың тұрғын үйінде неше бөлме болған? Мәтін бойынша, викингтардың тұрғын үйінде тек қана бір бөлме болған. Сондықтан one room деп жазамыз. Екінші сұрағымыз. Where did people wash? Адамдар қай жерде жуатын болған? In a wooden bucket or in the nearest river. Ағаштан жасалған себетте немесе жақын арада орналасқан өзенде. Үшінші сұрағымыз. What did children do? Балалары немен айналысқан? They grew vegetables, collected water, rowed boats and made clothes. Олар көкөністер өсірген, су жинаған, қайық ескен және киім жасаған. Төртіншісі. Who knocked Daisy into the mud? Дейзині балшыққа кім итеріп жіберді? A goat. Ешкі. 12-ші тапсырма. You were on a Viking day school trip.
What did you like most? Tell the class. Сіз викингтер күні атты мектеп саяхатында болдыңыз. Сізге ең қатты ұнаған не нәрсе? Сыныбыңызға айтыңыз. Ретінде берілген сөйлемге қарайық. I liked seeing how to grow vegetables and how to make clothes on a loom. Маған көкөністерді қалай өсіруді және тоқыма білдегінде киім жасауды қарау ұнады. 14-ші тапсырма. Listen and read. Make a new dialogue with your friend. Тыңдаңыз және оқыңыз. Досыңызбен бірге жаңа диалог құрастырыңыз. Берілген диалогты алдын ала оқып алайық, сосын өзіміздің диалогымызды құрастыратын боламыз. Hi Albert, what did you do yesterday? I went on a Viking Day school trip. Really? How was it? It was fantastic. Did you know that there was only one room in their houses? Really? I didn't know that. Yes, and children didn't go to school. They helped with the work. Sounds like you liked it a lot. Oh yes, it was amazing. Сәлем, Альберт. Сен кеше не істедің? Мен викингтер күні атты мектеп саяхатына бардым. Шынымен ба? Қалай өтті? Керемет болды. Олардың үйлерінде тек қана бір бөлмелер болғанын сен біліп пе едің? Шынымен ба? Жоқ, мен білмедім. Я, олардың балалары мектепке бармаған. Олар жұмыс істеуге көмектескен. Саған бұл нәрсе қатты ұнағанға ұқсайды? Я, өте таңғаларлық болды. Мысал ретінде берілген диалогқа қараймыз. Hi Ulan, how was your day yesterday? I went on an ancient Romans day school trip. Really? How was it? It was fantastic. Did you know that the ancient Romans went to amphitheaters to watch people fight with wild animals? Really? I didn't know that. Yes, and young boys learned how to fight, swim in cold water, and ride a horse. Sounds like you liked it a lot. Oh yes, it was amazing. Сәлем, Ұлан. Сенің кешегі күнің қалай өтті? Мен ежелгі романдықтар күні атты мектептік саяхатқа бардым. Шынымен ба? Қалай өтті? Керемет болды. Ежелгі романдықтар амфитеатрға адамдар мен жабайы аңдардың күрескенін көру үшін барғанын біліп пе едің? Шынымен ба? Жоқ, мен бұл туралы білмедім. Иә, жас балалар күресуді үйренген, мұздай суда жүзуді және атта шабуды үйренген екен. Саған бұл өте қатты ұнағанға ұқсайды. Иә, бұл таңғаларлық. 15-ші тапсырма. Listen, point and repeat. Тыңдаңыз, көрсетіңіз және қайталаңыз. Goose, қаз, broom, спыртқы, hood, телпек, bull, бұқа. The goose with the hood flew with the bull on a broom. Телпекті қаз бұқамен бірге спыртқыда ұшты.